Сәлеметсіздер ме, балалар? Білім беру саласы таным, ұйымдастырылған оқу қызметі математика негіздері, тақырыбы шар, текше, цилиндр, мақсаты көлемді геометриялық денелермен таныстыру. Оқу қызметімізді бастамас бұрын табиғат әлемімен амандасып алайық. Армысың шапағатты күніміз, армысың мейірімді жеріміз, армысың табиғаттай анамыз, келді сізге өзіңіздің балаңыз. Балалар, енді оқу қызметімізді бастайық. Біздің оқу қызметімізге сиқыршы келіпті. Сиқыршы бізге геометриялық денелерді таныстырғысы келеді. Бұл шар дөңгелек. Оның бұрыштары болмайды. Шар сондықтан да дөңгелей алады. Бұл текше шар сияқты дөңгелей алмайды, өйткені оның бұрыштары бар. Бұл цилиндрді түбінен қойсақ тік тұрады, ал жерге жатқызып қойып, оны қозғалтсақ, ол дөңгелей алады. Балалар, сиқыршының тапсырмасын орындайық. Ұқсас затты тап. Бұл геометриялық денелерге айналамыздан ұқсайтын заттарды сәйкестендіріп атап көрейік. Келістік бе, балалар? Дұрыс. Шарға күн, алма, шеге ұқсайды. Текшеге қорапша, көбік ұқсайды екен. Цилиндрге стакан, ағаштың діңі ұқсайды. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балалар, енді біз оқу қызметімізді қорытындылаймыз. Бүгін біз қандай фигурамен таныстық? Шармен таныстық, дұрыс айтасыңдар. Бұл қандай фигура? Бұл цилиндр. Бұл текше, дұрыс айтасыңдар. Бұлардың барлығын біз қандай фигуралар дейміз? Әрине, геометриялық денелер дейміз.